Ассалаумағалейкум, ардақты ақтөбелік ағайын. Әлем мұсылмандары асыға күткен қасиетті Рамазан айы да келіп жетті. Алла тағала осы бір берекелі айды баршамызға құтты мүбәрәк етсін. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының мәліметі бойынша 24 сәуір Рамазан айының алғашқы күні. Демек 23 күні тарауих намазын үйде оқып бастаймыз. 23-нен 24-не қараған таңғы сағат 4:14 минут өткенде ауыз бекітеміз. Алғашқы күннің ауыз ашары кешкі сағат ақшам намазының уақытында 20-дан 25 минут өткенде, яғни 8-ден 25 минут өткен кезде ауыз ашамыз. Мамыр айының 19-нан 20-сына қараған түн бұл қадір түніне сәйкес келсе, 24 мамыр ораза айт мерекесі тойланады деп күтілуде. Алла тағала қасиетті Құранда: «Ей иман келтіргендер, сендерден бұрынғыларға ораза парыз етілген секілді, сендерге де ораза парыз етілді» дейді. Бұл санаулы күндер дейді аяттың жалғасында. Яғни белгіленген мерзімде ораза, Рамазан оразасы ұсталады. Рамазанның бір қатар ішінде атқарылатын құлшылықтары, рәсімдері бар. Соларға тоқталар болсақ, Рамазан айына тән бұл тарауих намазы. Өкінішке орай, мына карантин кезінде мешіттерде тарауих намазын оқу мүмкін болмайын деп тұр. Сондықтан бұны үйде оқимыз. Әркім өз үйінде, өз отбасымен бұл тарауих намазын оқу ұсынылады. Мешіттерде жиналуға болмайтыны секілді, үйлерге де жамағат болып жиналып оқыған бұл карантин режиміне қайшы болады. Яғни жұқпалы індеттің таралуына жол ашуы мүмкін. Сол себепті үйде жеке өздеріңіз ғана отбасыңызбен, бала-шағаңызбен оқығаныңыз абзал болады. Ауызашар дастарханы осы айдағы ең үлкен бір шаралардың бірі. Адамдарды жақындататын, адамдардың арасындағы сыйластықты орнататын. Дей тұрғанмен, бұл да кісінің, ағайынның басына бір қиындық туғызатын, яғни індеттің сол келгендердің арасына таралуына жол ашуы ықтимал. Сол себепті ауызашар дастарханына қатысты да бас мүфтидің жасаған мәлімдемесінде жаңағы мейрамханаларда, асханаларда, тіпті үйдегі жағдайда да кісіні шақырып ауызашар дастархандарын жаю дұрыс еместігі айтылды. Егер ауызашар бергіңіз келсе, онда соның қаражатын бір мұқтажға садақа ретінде беруді, немесе ауыз бекіткен бір кісіге менің атымнан ауыз ашыңыз деп беруді ұсынылады. Пітір садақаға келетін болсақ, биылғы пітір садақа 370 теңге болып бекітілді. Бұл пітір садақа жалпы қолында 127 мың теңгесі бар адамға, отбасына уәжіп болатын осы Рамазанға тән садақаның түрі. Бұл жанамандық үшін, басамандық үшін берілетін бір ғибадат. Бұның уақыты Рамазанның алғашқы күнінен бастап айт намазына дейін жалғасады. Осы аралықта пітірді біз беріп үлгеруіміз керек. Енді карантин жағдайында біз пітірімізді қалай береміз деген сұрақ туындайды. Бұған қатысты Ақтөбе облысында карантин жағдайына байланысты пітірді 3 жолмен беруді ұсынудамыз. Бірінші, бұл діни басқарманың Каспий банкпен жасаған ортадағы келісіміне сәйкес Каспий KZ мобильді қосымшасында сол жерде арнайы пітір садақа деген бөлімді тауып, сол жерге өзіңіздің пітіріңізді, немесе зекетіңізді, фидияңызды аудара аласыз. Одан кейінгісі, ірі сауда орталықтарына мешіттердің арнайы жәшіктері қойылу күтілуде. Міне сол жерге де мешітке келмей-ақ беруіңізге болады. Үшіншісі, бұл мешіттердің сыртына жәшіктер шығарылып қойылады. Құран оқылмай, жай ғана өзіңіз ниет етіп, бет сипап, іштей батаңызды жасап,
садақаңызды, пітіріңізді салуыңызға болады. Өйткені мына мешіттерде Құран оқып отыруымыз, бата беріп отыруымыздың барлығы бұл адамдардың көп бір жерге бір мезетте жиналуына және індеттің таралуына жол ашады. Ардақты ағайын, бұның барлығы да уақытша бір жағдайлар деп қабылдап, бұған түсіністікпен қарайық. Рамазан айында көп Алладан дұға тілейік. Алла тағалаға жақындататын жақсы амалдар жасаудан жарысайық. Рамазанның бір хикметі бұл тек ішіп жеуден ғана тыйылу емес, бүкіл ағзаларына ораза ұстату, тіл, көз, қол, аяқ, міне осылардың барлығына ораза тұтқызып, яғни жаман әрекеттерден, өсек тасудан, тағы басқа да күнәлі әрекеттерден, күнәлі істерден, сөздерден өзін тыю, өзін аулақ ұстау. Алла тағала осы бір берекелі айда сіз бен біздің барша жасаған жақсы амалдарымызды, ғибадаттарымызды, ұстаған оразаларымызды қабыл етіп, елге, әлемге төнген осы бір індеттен арылуды нәсіп етсін.